Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы баяндауыш. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаттары. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Сөйлемнің тұрлаулы мүшесі баяндауышты ажырату. Киіз үй туралы не білеміз? Ендеше киіз үйдің бөліктерін атайық. Бұл не? Дұрыс, бұл кереге. Бұл не? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл есік. Ал бұл не? Өте дұрыс. Бұл шаңырақ. Ал бұл не? Иә, кереге мен шаңырақты жалғастыратын ол уық. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше балалар, киіз үй туралы бейнетаспаны тамашалаңдар. Ал енді балалар, берілген мәтінді түсініп оқыңдар. Ашық микрофон әдісі арқылы мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Мәтіннен өзің бұрын естімеген жаңа сөздерді тап. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Олар сөйлемнің қай мүшесіне қатысты? Балалар, мәтінге қатысты тапсырма бойынша өздеріңді тексеріңдер. Қарамен жазылған сөздерге сұрақтарды дұрыс қойдыңдар ма? Тексерейік. Не істейді? Тігіледі. Не істейді? Байланады. Не істейді? Орнатылады. Не істейді? Тартылады. Не істейді? Көтереді. Не істейді? Байланады. Балалар, сұрақтарды дұрыс қойдыңдар. Жарайсыңдар. Ережені есте сақтайық. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Дана оқыды. Дана не істеді? Оқыды. Найзағай жарқылдады. Найзағай қайтты? Жарқылдады. Асан оқып отыр. Асан не істеп отыр? Оқып отыр. Келесі тапсырмада сөйлемдерді көркем жазыңдар. Баяндауыштарды тауып, астын сызыңдар. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсетіңдер. Тексерейік. Өте жақсы. Дұрыс таптыңдар, балалар. Балалар, берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздерді тауып айтыңдар. Оқушы не істеді? Оқушы жүгірді. Оқушы не істеді?
Оқушы биледі. Оқушы не істеді? Оқушы отырды. Өте жақсы балалар. Су қайтты. Су ақты. Су қайтты. Су құйылды. Су қайтты. Су толды. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Бүгін сабақта сөйлемнің тұрлаулы мүшесі баяндаушты білдіңдер. Жарайсыңдар балалар. Үйде орындайтын оқу тапсырмасы. Оқулықтың 102-ші бетіндегі 12-ші жаттығу. Құрамында Б және Л дыбыстары бар сөздер құрастырып айту. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.